Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Арыстан белгісіндегі жандарға апталық болжам 28 қараша мен 4 желтоқсан аралығына. Аптаға маңызды әсер беретін жағдай. Бізде четверка мечи және де император старший аркан. Жақындарыңыз, әкеңіз, екінші жартыңыз, бауырларыңыз сіздің бір мәселеңізді шешіп беру мүмкін, сізге көмек беру мүмкін. Үй мәселесіне байланысты нақты бір шешім қабылдауға және де аптаның көлемінде жақындарыңызбен тығыз байланысты боласыз. Ол шешім қабылдауға немесе бір нәрсеге көмектесуге де болуы мүмкін. Әкеңіз ақыл кеңес беру мүмкін. Бауырларыңыз, екінші жартыңыз немесе сол кісімен ақылдасу арқылы бір үйге байланысты мәселелерді жеңіл шешуіңіз мүмкін. Үй алуыңыз мүмкін, үйге депозитке ақша салып бастауыңыз мүмкін. Немесе сол мәселені уайымдап, ақыл кеңес сұраған кезде осы жақындарыңыздың бірі ақыл кеңес беріп, бір жеңілдеп, және де бұл сол кісінің көмегімен қабылданған шешім дұрыс болуы мүмкін. Және де аптада орын алатын жағдайлар: аптаның басында пятерка, иерофант, старший аркан, пятерка пентаклей. Және де бұл бір аптаның көлемінде, аптаның басында бастаған бір мәселеңіз 5 желтоқсанға дейін нақты жауабын аласыз, нақты шешімін табасыз. Және де иерофант бұл шынайылықты, шындықты жақсы көретін уақыт. Сондықтан біреуге өтірік алдап, біреуді ренжітетін болсаңыз, жаңағы өтірігіңіз шығып қалуы мүмкін. Жаңа ренжіткен адамыңыз жаңағы көңіліне қатты алып, ертең ол нәрсе өзіңізге қайтып айналып келуі мүмкін. Сондықтан көп ешкімді ренжітпеңіз, шынайы болыңыз, садақа көбірек беріңіз бұл аптаның көлемінде. және де неке қидыртуыңыз мүмкін мұсылманша. Арыстандар, жас отбасы болуларыңыз мүмкін. Және де бір дінге жақын болып, бір қадам Алла тағалаға жақындауыңыз мүмкін. Яғни бір қадам жасап, намаз оқып бастауы мүмкін. Кейбір арыстандар жаңағы мешітке барып құрандық беру мүмкін деген сияқты. Пятерка пентакль, жаңа бір іс бастардың алдында, енді қазақпыз ғой барлығымыз, бір садақа беріп, жаңағы барлығы оңымен болсын, жақсы болсын деген ниетпен бір жаңа бастама бастап жатсаңыз, солай бастауға да кеңес беремін. Келесі пятерка пентакль, бұл жаңағы жақындарыңыздың біріне қаржылай көмек те беруіңіз мүмкін. Ақшадан қиналып жүрген бір туысыңыз, құрбыңыз, досыңыз жаңағы қаржылай көмек сұрауы мүмкін аптаның басында. Аптаның ортасы рыцарь мечей, звезда, старший аркан. Аптаның басында бастаған ісіңіз, қабылдаған шешіміңіз, жасаған жұмысыңыз бір тез аяқталады. Апта бір көзді ашып жұмғанша тез өтеді, қызықты өтеді. Және де звезда бұл өзіңіздің жұмысыңыздың результатын көрсете аласыз. Мысалы, жұмыс бабында бір істі бастап, жаңағы бір жұмыс жасасаңыз, яғни өзіңіздің қандай маман екеніңізді, жаңағы жақсы жұмыс жасай алады екендігіңізді көрсетесіз. Яғни звезда, өзіңізді звезда ретінде көрсете аласыз. Қуанышты бір жақсы хабар аласыз аптаның ортасында. Не болмаса пополнение. Отбасыңызда пополнение, немесе қаржыңызда пополнение болуы мүмкін. Ал аптаның аяғында орын алатын жағдайлар: восьмерка чаш және де колесо фортуны.
бір аптаның көлемінде бір жолыңыз болады, жолыңыз жеңіл. Сондықтан жаңа қадамың бастап жатқан арыстандар үшін сіздерді құттықтаймын. Қадамдарыңыз жеңіл болады, және де бастаған жұмысыңыздан, бастаған ісіңізден жеңіл результат көресіз. Және де бір жаңа жұмыс ауыстырып жатсаңыз, жаңа коллективке, жаңа жұмысыңызға тез үйренесіз, тез алып кетесіз. Колесо фортуны жолыңыз болады, сәттілік сізбен бірге, және де өткенге қайтып оралудың қажеті жоқ. Өткен жұмысыңызға қайтып барудың, мысалы өткен жұмысыңыз шақырып жатса, өткен бір сізді ренжіткен адаммен араласпай кетсеңіз, сол адаммен қайта татуласып, қайта араласудың қажеті жоқ. Ол адам қайтадан сізді кез келген уақытта сатып кетуі мүмкін, алдап кетуі мүмкін. Сондықтан өткенге қайтып оралмаңыз. Жаңа нәрседен қорқудың қажеті жоқ. Жаңағы бір жаңа жұмысқа орналасайын деп жатсаңыз, бұрынғы жұмысым шақырып жатыр, бұрынғы үйреніп қалған жерім деп қайта оралудың қажеті жоқ. Не болмаса кешірім сұрап келді ғой өзі, жарайды кешірдім ғой, енді қайтадан бұрынғыдай араласа берейін деген сияқты болмайды. Кешіріңіз әрине, бірақ та бұрынғыдай отношение бәрібір ол адаммен солай болмайды. Туз чаш аптаға берілетін кеңес. Қандай да бір ұсыныс алатын болсаңыз, бұл ұсынысты қабылдауға кеңес беретін едім. Себебі жұмыс бабымен болсын, бойдақ арыстандар үшін, басы бос арыстандар үшін тұрмыс құруға, жаңағы отбасын құруға ұсыныс түсіп жатса, қабыл алуға кеңес беремін. Себебі болашағы өте жақсы, тұрақты. Бұл бір аптаның көлеміне берілетін кеңес. Сау болыңыздар. Келесі аптада аман есен жүздескенше лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.